Бүгін сіздермен цезарь салатына ұқсайтын өте жеңіл жасалатын салаттың рецептінен бөлісемін. Видеоны аяғына дейін көріп, лайк басып, подписаться етіңіздер каналға міндетті түрде. Бізге керекті заттар: салатный лист, тарелкамызға осылай салып аламыз, үстіне пісқан тауықтың етін қоямыз, ұсақтап оны турап аламыз осы видеодағыдай. Енді помидорларымызды дәл видеодағыдай тураймыз, әдемілеп, әсемдеп қойып шығамыз. Келесі бізде жұмыртқаны да пісіріп алып, осылайынан турап, әдемілеп помидорлардың қасына қойып шығамыз. Ұсақ помидор алғандарыңыз дұрыс, сонда әдемі шығады. Енді үстіне сухардан салып жібереміз, дәмін аздап келтіру үшін. Өте көп салмай-ақ қойыңыздар. Майонезімізді бетіне сеуіп, әсемдейміз. Енді дәміне қарай тұз себеміз. Міне біздің салатымыз дайын. Небәрі 3 минутыңыз ғана кетеді. Сізде осы рецепт бойынша жасап, комментарийға міндетті түрде бөлісіңіздер. Осы видеоны достарыңызға, подружкаларыңызға WhatsApp арқылы жіберуді ұмытпаңыз.